көбейткішті, ортақ көбейткішті жақша сыртына шығара отырып тригонометриялық теңдеуді шешу. Ең бірінші тригонометриялық теңдеуді шешуде бірінші біртекті ма? Біртекті ма деген сөз не? Барлығы синус па? Барлығы косинус па? Барлығы тангенс па? Немесе барлығы котангенс па? Соны қарап аламыз. Мен жазған теңдеу біртекті ма? Біртекті, біртекті. Енді қандай әрекет істейміз? Теңдеуді шешу үшін барлығы теңдіктің бергі жағында орналасу керек. Яғни бергі жағына алмастырып алады екенбіз. Ал қай функция қайталанмады? Синус 3х қайталанмады. Демек ортақ көбейткіш ретінде жақшаның сыртына синус 3х шығады. Синус 3х қанша еді? 2. Біреу шығып кетті, біреу қалды. 2 синус 3х. Және қанша? 2. Өзі шығу үшін 1. Молодцы. Көбейткішке жіктеліп тұр, демек не істейтін едік? Бөлек-бөлек нөлге теңестіретін едік. Жақшаның үшін бөлек. Қандай жағдай? Тегіс жағдай, молодцы. Пи бөлінген. Пи-н, Пи-н. Синус х нөл дегенде 5 жағдай, ол пи-нге тең 3х. Менде жалғыз емес үшін көлемді 3-ге бөлемін. Дұрыс айтасыңдар. Молодцы. Кеттік, екіншісі. Не істеймін? 1-ді өткізем, 2-ге бөлем. Синус 3х 1 плюс болып өтеді, 2-ге бөлем. Бар ма? Кестеде бар ғой, 2-де бар. Қанша х болады? 3х тең минус 1-дің n дәрежесі 2-де бір қайда сөйледі? Пи бөлінген 6. Молодцы. Пи бөлінген 6. Периоды қанша? Пи-н. Қаншаға бөліп шығам? 3-ке. Минус 1-дің n дәрежесі. Пи бөлінген қанша болады? 18. Пи-н бөлінген, яғни периоды бөлінгіш. Дұрыс қой, қанша шешім шықты? 2. Қайсысы қанағаттандырады? Орнына апарып қойсақ та тексеріп көрсек те болады екен. Бұл ма? Жүре тұр, келесін.